Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Құрылтай ұясымен қалай ем жасайды? Ерлі-зайыптылар ең алғаш отауға кіргенде, күтінбесе отау жел деген пайда болады. Ол жас жұбайлардың балалы болуына үлкен кедергі. Себебі оны бедеулікке соқтыруы мүмкін. Мұндайда отау желді еш дәрі де дұға да қуа алмайды. Ол желді тек құрылтай деген құстың ұясы, соның түтіні қуады. Бұл құстың ұясы өте қасиетті. Сондықтан ұяны алар кезде Алладан рұқсат сұрап, жалынып, жалбарынып, садақа беріп барып алу қажет. Ол құс ұясын тоғайлы жерде талдың басында салады. Адамның үйі қолғап тоқыған секілді ерекше ұяны алғаш көрген кісі таң-тамаша болады. Бір ұяны 3 кісіге қолдануға болады. Қолдану тәртібі мынандай. Әйел адамға ұяның 1/3 кесіп түбекке салады. Мақта секілді сәл-сәл түтіп жіберу керек. Содан соң бір ұшын түтетіп, бықсытып түтіндетеді. Лаулап жанбасын. Бықсытып түтіндей бастағанда әйелді сол түтіннің үстіне отырғызып, айналасын белінен төменгі жақтарын түгел жақсылап қымтап, 20 минуттай отырғызу керек. Содан кейін жылы киініп, 2 сағат терлеу қажет. Лажы болса, ыстық сорпа ішіп, ауыр нәрсе көтермей, 3 күн күтінуі тиіс. Суық су ішуге, суық суға жуынуға болмайды. Ерлі-зайыптыларға 3 күнге дейін жақындасуға болмайды. Ер адамға жерді кішкене ойып шұңқыр жасап, немесе тапаға ұяны түтіндетіп, ер кісіні тізерлетіп отырғызады. Қалғаны дәл әйелдікі сияқты. Сонда отау жел кетіп, ерлі-зайыптылар көп ұзамай перзентті болады деген екен. Сіздермен бірге болған мен, Мадина, халық емі. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.